Әрбір адам өз ойлағандай өмір сүргісі келеді. Бірақ талдаған жолың дұрыс болмаса, өзіңді жоғалтып қоюың әбден мүмкін. Бүгін мен саған қыран бүркіттің қалай өз жолынан адасып, тауықтардың арасынан бір-ақ шыққанын баяндап берейін. Иә, бүркіт болса біздің ойымызда өрліктің символы. Егер де ол өзінің қасиетін жоғалтып қойса, қандай болмақ? Бір ауылды жерде Қоразбайдың баққан көптеген тауықтар болады. Оны көрген бір бүркіттің ылғи да аузынан суық тамсанатын. Бірақ тауықтарға түссе, Қоразбайдың мылтығынан қорқатын. Бүркіт болса достарының бар күш-қуаты мен жабайы аңдарды ұстап, шаршап жүргендерін көріп ұнатпайтын да. Өзі ақылды болғансып, мойнын ішіне тығып алып, тауықтардың арасына қосыла кетеді. Ал Қоразбай болса соншама көп тауықтардың ішінен оны байқамай-ақ қалатын. Ол кете салысымен бүркіт өзінің әккі амалымен үш шөжені ақырын жеп қояды. Бірақ ол осы әрекетін жасырып қалу үшін тағы да сұрқиялыққа баруға тура келеді. Ол тауық жеу үшін түрлі әккі амалдар істетіп білдірмей, көп тауықтарды жей бастайды да, дене салмағы барған сайын ауырласып, ұшу қабілетінен айырылып, тауықтарға жету де мұң боп қала береді. Қатты семіргенін көрген Қоразбай оны алып келеді де арнайы тауық қорлайтын үйшікке алып келіп, оған қуатты тауық жемін береді. Тауық болғаны мінекей осы емес па? Басында дәмі біртүрлі болған еді, бірақ жей бастап еді, жемді де ұнатып жейтін болды. Содан бастап ол кәдімгі тауық өмірді сүре бастады да, тауық болып бақыруды да үйреніп, олармен бірге ұйықтайтын да болды. Бұл күні бүркіт түсінде Қоразбайдың оны соймақшы болғанын көріп шошып кетеді де қашуға ұмтылады. Бірақ қаша алмайды. Ақыры ол өзінің тауық болып сойылатынына көзі әбден жетеді. Осылай ол бұрынғы еркін аспанда самғап, ұшатын, өз өміріне өзі қожалық ете алатын кезін қатты аңсайды. Бір кезде бұрынғы досы сарбас бүркітті көзі шалып қалады. Оны көріп, мені құтқарғалы келді ғой деп дәмеленіп еді. Қайдам? Ол оған жемтіктің көзімен қарап, екі аяғын салбыратып аспанға алып ұшты да кетті. Өмір-ай деші. Бізде кейде осы бүркіт сияқты оңай жолмен келетін уақытша рахатқа бөленеміз деп, өмірлік несібемізді жоғалтып қойып жүрген жоқпыз ба?